Анам асханада тамақ дайындап жатыр. Ол кезде 4-ші сынып оқимын. Музыка сабағынан қобыз сарыны тақырыбында Қорқыт Атаның суретін салып келуге берген. Ол кезде мына копировательная бумага бар еді ғой, сондайды алып, атам ол кезде конторда істейді. Кстати, мен ата мен апаның баласымын. Сол қағазды алып, Қорқыт Атаның суретін салып, бір уақытта анама жүгіріп бардым. Мама, мына суреттен маған ыстық келіп тұр деп. Мамам, қойшы қай-қайдағын айтпай дейді. Сол ыстық суреттен, Қорқыт Атаның суретінен маған қолыма ыстық леп келіп тұрғандай. Сол уақытта мен өзімнің қобызшы болатыныма определение жасап тастағам. 9-ші сыныбымда Назигүл апайым мені Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжіне алып барады. Сол кезден бастап мен музыканы, шығармашылықты, мәдениетті таңдағам.